бірақ өзім за рулем кетіп бара жатқан кезде жалпы тауда демалған кезде сол нәрсенің бәрі есіме түседі. Неге сен неге сәл сабыр қыла салмайсың деп. Неге сен бүйтпейсің? Өзіңді жеп қоятын ойлар менде өте көп. Қандай ғой? Мен Балсахан есейдім шынымен де. Мен Қосай жобасына үлкен рахмет айтамын. Мен кәдімгідей есейдім. Мен адамның түріне емес, жасына емес, мен адамның тәрбиесіне, мен баяғыдан андай принциппен өмір сүрдім. Менің болашақ әйелім менен 2-3 жас кішкентай болу керек. Болмаса мен әйелім тек қана осылай киініп жүру керек. Жоқ, ондай емес екен. Мен кәдімгідей түсіндім, адамның құндылығы тек қазір қандай? Мен қазіргі Садовлет іздейтін қыз андай да. Бір ақылды ғой, короче. Қатты ақылды. Бірінші очередь. Ол түрі емес, оның киінгені емес, басқасы емес. Просто оның ақылдылығы, андай ер адамды сыйлауы, сөзін бөлмеуі, андай қалай айтсам болады, бір өзінің тәртібімен сондай бір вайб болады ғой адамда. Ашуланып тұрған кезде бір басыла салғым келіп тұратын, сондай бір вайб болып қалды менде. Шынымды айтайын, мен эмоция қандай көп эмоцияға да берілгім келмейді. Шынымды айтайын, бүйтіп жынданып, баяғыдай бүйтіп деп бүйтіп вообще істегім келмейді. Потому что мен сол нәрсе үшін кезінде маған қымбат болған адамдарды жоғалттым. Кезінде мен үшін көп нәрсе істеген адамдарды ренжітіп алдым. Білмеймін, маған бүкіл әлем андай қарсы болып тұрса да, бірақ мен өз шешімімнен қайтпайтын адаммын. Оған жақындарым да куә, достарым да куә, мен бәрібір өзімнің дегеннен қайтпайтын адам емеспін жалпы. Негізі әлемде сөз қалды ма, айтылмаған, әлде бар ма әлі? Тағы күте тұрайық болмаса. Жалпы мынандай нәрсе ғой, Балсахан, негізі мен Садовлетті ағам ретінде өте қатты жақсы көремін, өте қатты білемін деп те айтсам болады. Бұл кісінің қазір ішінен шығып жатқан сөздерінің маягі бір Зарина жақтан келіп тұр ма деп ойлап отырмын мен. Себебі Садовлетті негізі алдыңғы сезоннан бастап Заринада жақсы ешкім білмейді. Бұл кісі айтып отыр ғой, мен душамды да білетін адам, менің бүткіл нәрсемді де білетін адам деп ше. Мен ойламаймын, Айдана осы уақыт ішінде Садовлетті жақсы танып кетті деп ойламаймын. Садовлеттің өзінің айтқан сөздеріне байланысты мен Заринамен деп ойлаймын, себебі алдында да сырласуда көріп қалған болатын, екеуін байқап Зарина мен Садовлеттің сөйлесіп тұрғанын, кәдімгідей күліп, ойнап. Содан кейін бір ойладым, бәлкім Садовлет сол нәрсені сол Заринаның күлкісінен кейін, алдынан бері тиісіп жүргеннен кейін, сол бір бұрынғы естеліктер қайтадан келіп, бір ішінде бірдеңесі қайтадан оянып жүр ма деп ойлаймын. Ернар. Осы жерде бір жай деп кіретін ретін бар сияқты негізі кішкене. Жалпы мынау үш аруда жалпы Балсахан аспан түстес көйлекпен келіп алғаны қалай болады екен деп қоямын да. Сәйкестік па, әлде үшеуіңіз бір сыбайлассыздар ма деген сияқты. Бірақ енді үш аруда кішкене көк сияқты киініп алған екен. Бірақ енді бұл жақтан Диора не ты чё мысалға. Енді Айдана мен Зарина жалпы енді Айда да айтып отыр ғой, енді алдыңғы жылдан бері таниды деген сияқты, біраз арасында неше түрлі жағдайлар өтті деген сияқты. Мен ойламаймын, екеуінің негізі соңғы аялдамалары сол кезде біткен сияқты. Соңғы кітап сол жерде жабылған сияқты ол полностью. Менің енді қазіргі ойлап отқаным жалпы Сатиктің жалпы кішкене ойын ішіндегі жайтын бір білетін адам ретінде ол ару негізі жан дүниесін түсіне алатын жалпы көк көйлек киген жан, бірақ гүлді көк көйлек киген жан ол Айдана секілдіміз. Өйткені бірінші очередь енді бағана өзі бір теңеулер айтып кетті ғой. Жолға алатын сияқты ма? О жағынан дөп басып айтайын, жолығып қойған секілді сана биігінде. Маған дейін. Ойыңыз? Балсахан күшті айттыңыз, қойыңыз деп. Бірақ енді сол мен просто өз ойым, Айдана сияқты. Балда екеуі біраз бір сырласқан кезде бір-бірін түсіне алатын секілдіміз. Сондықтан келесі сөзді Оразғали жалғайтын сияқты. Рахмет, Алла разы болсын бауырым. Негізі мынандай ғой, Заринаны мысалға тілге тиек етсек, бұл жерде былай дос тұлға ретінде бір кез келген адамға қия бермейтін еді менің көңілім. Бірақ осы қанша жерден қанша адам көрдім, Қосай жобасына келгелі бері бірден бір кімге қиятын болсам, Заринаны менің көңілім.
тек Сатдәулетке ғана қияр едім деп айта алатын едім да. Өйткені бұл жігіттің білмеймін енді қарым қатынасы бұл кісіге деген қанша жердің арасында ұрыс болғанымен ешқашан Зарина туралы жаман айтқан сөзін естімеппін. Біз жеке талайда сырласқанбыз енді. Ернар сияқты жақын дос болмасам да бір-екі жерде дастархандас болып өте керемет мен қарым қатынасым Сатдәулетпен. Сол кезде Зарина туралы, жалпы қатысушылар туралы жаңадан келген кезде сұраған кезде Зарина туралы әңгімесі мүлде бөлек еді. Мақтай ма не дейді? Иә, мақтайды, жаман сөз шықпайды аузынан. Мүлде ешқашан жаман сөз айтпаған. Мен ол нәрселерді қазір дословно айтып бермей ақ қояйын, айтып берсем соңы маған да оған да қиын болып қалған сияқты десең. Жалпы негізі ойым Зарина деп ойлап отырмын мен. Балауса ханым, Сатдәулет енді бір қызық, түсініксіз адам. Негізі Зарина ортада болған кезде, Зарина қатысты тақырып болған кезде Сатдәулет бір намекпен әдемі кіріп кетеді да. Және Айданаға қатысты тақырып болғанда да дәл солай. Меніңше Сатдәулеттің жүрегі екен, екі қыз да жүрегінде бар секілді. жоқ балауса ханым, менің ойымша мынандай да, енді бағанадан бері барлығы айтып жатыр ғой. Менің де ойымша Ернар ағамен келісемін да, Айдана секілді. Енді осы күнге дейін қаншама нәрселер болды, осы күнге енді Тұранмен де таныстық кездерде ойбой Сатдәулет ағаның сонша қайғырған нәрселерін көрдік қой. Мына жерде ақша адамды сонша өзгерте ма деп күйіп пісіп, ақша сонда маңызды ма деген сияқты нәрселерді алып, сол жерде история салып, қандамай нәрселер история салып, кеше шыққанында өмір туралы историясында Айданаға арнап тікелей деген сияқты ғой. Соншандай көңілінің маңыздылығы, дато ренжігеннен отписка жасап тастағанда көрінсе, дато қымбат адам болғаннан кейін, егер безразличие болатын болса Айдананың тарапына қарай, мүмкін сол жерде ладно деп қоя салатын бет дегендей нәрсе. Жақсы, тыңдайық. Әркім әртүрлі пікірде өзімізден енді былай ғой, білейік. просто қатты жынданып кеттім мен. Сол үшін де шынымен де Астанаға кетіп қалдым мен. Сәл демалайыншы деп, қалған ситуациясынан, қалған қалған шуымын азайтайын, кішкене ол жақта ешкім танымаймын, барып демалайын, өзіммен өзім болайын деген сияқты нәрселермен сөйтіп кетіп қалдым. Шынымен де болған нәрселер қатты әсер етіп кетті. Мен олай эмоцияға шығару оңай емес негізі. Мен кез келген адамға ренжіп, болмаса кез келген адамға ішімдегі нәрсені айтатын ақымақ емеспін. Бір адамның эмоциясы қызық па, мен сол адам эмоциясымен ойнаймын да жалпы. И мен де ойлаймын, сол эмоциям шығып кеткен, значит менде уже сол нәрсеге байланысты бір нәрсе болды. Оны бүйтіп ұзақ созбай қойын, ол әркім әртүрлі айтып отыр, біреу Зиора, біреу басқа деп отыр. Бірақ ол адамның аты Айдана. Ол адамның аты Балауса ханым. Ол Айдана. Айдана, көңіліңіз Айдана деп тұр. Жалпы, мен былай айтайын, бұл нәрсе... Сөзіңізді бөлейін, барлығын себебін түсіндіріп айтасыз, қалай болады, кім екенін естідік ең бастысы. Сізде құрметті көрермен, дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.